Енді жауап бермеске болмас. Менің мамамның фото видеолары қай жерде көрінсе сол жерге жазып отқандар бар әлі де. Мамасының үйге кірмейді, неге андай бәз болмайды, бір эмоция көрсетпейді деген сияқты заттар, риза емес па деген сияқты заттар жазып жатыр, оны мен оқып жатырмын. Сіздерге түсіндіре кетейін, менің мамам өзі жаратылысынан сондай. Спокойно, көрінген нәрсеге күле бермейді. Бұлай өзіміздің арамызда, семьямызда енді әрине ол көңілі жүреді, бірақ тойға барған кезде өзі сондай серьезная түрмен отырады постоянно. Фотоға түскен кезде сондай серьезная негізі. Бірақ риза емес, болмаса бір айжанға қатысты ештеңе жоқ, ол жерде ешқандай мәселеміз жоқ. Егер мәселеміз болса, бұл той болмас еді деген сияқты ғой, логично ойланған кезде. Сол себепті жақын қабылдамаңыздар, менің мамам өзі жаратылысы сондай. Так алдағы уақытта көрсем сіздерге ол кісі қандай көңіл адам екенін, онымен араласатын адамдар оны жақсы біледі. Сала тауысты жоқ кейін тастай саламыз. Қанша күн болып тұрғанына? Келін құрметті, бүгін басқа киіп алып. Маған кәні күл жіберіңіз. Үмітті үстіңіз уже. Үмітті үстіңге ба? Осындай хаттар өте көп келіп жатыр. Баршаңызға рахмет. Жылы лебіздеріңізге. Және де бір кісі жазып қойыпты осы кухняда жүрген сторисқа. Үйлеріңіз тарлау екен. Негізі үйіміз тар емес, Құдайға шүкір. 3 бөлмелі үйіміз бар. Осы Тараз қаласында. 4 адамға 3 бөлме жетеді деп ойлаймын мен өз басым. Просто енді айжан қазір басынан кухняда болғаннан кейін барып, үйлердің барлығы көбісі кухняда болғаннан кейін стористер сондай болып кетіп жатыр. Так былай басқа бөлмелер бізде бар, алдағы уақытта көре жатарсыздар. Ал студиядан шықтым, енді жұмысқа баратым. Жалпы айтады ғой, ер адам негізі ерте тұрып жұмыс жасап, тіршілік етіп, еңбектенсе, сол кезде несібені мол қылып береді деп Алла тағала. Сол себептен енді барынша ерте тұрып, басқа шаруамызды бітіріп қойдық. Сол жұмысымызға барып, ары өзіміздің тірлігімізді істейік деп жатырмыз. Қайырлы күн, достар, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Кеше той тойлатамын деп, бүгін түске дейін ұйықтап, шаршағаным басылып, үйді реттестіріп жатқан жайым бар. Және де қазір қонаққа барамын, әпкемнің үйіне барып құтты болсын айтып кету керек. 5 қыздан кейін ұл туған болатын. Сол одан кейін жеңгемнің туған күнін құттықтауға барамын. Кешке жақын Алла қаласа Алматыма қайтатын боламын. Сонымен 2 күнім көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Әлі үйдемін, және де кеше келе салысымен арнайылап жеңгемнің туған күніне торт заказ берген болатынмын. Біраз парақшаларды қарап, ең ерекшесіне, ең ұнағанына заказ берген болатынмын. Мына жақта қазір анпакинг жасап көрсететін боламын. Жас. Вот әчелер міне қайнапалары алтын тағып жатыр. Ана ысырған шешелер. Күшті бежат. Құтты болсын. Бақоштай келін берген, Аллаға мыңда бір шүкір. Иесі міне, иесі. Мамасы деген ба? Қонақтар тараса атап жатыр мен жаным. Құтты болсын. Привет! Назу, тортты даже көріп жатырмыз. Өте күшті екен. Ұнап жатыр ма? Тортты, әдемі екен. Заказ береміз, енді постоянно біз осы жерде заказ беріп тұратын боламыз. Жердегі мероприятияларға. Неше торт ұнады ма?
керемет деп жатыр. Ұнады. Так что заказ беріңіздер, құрметті мына ұрған достары. Аружан, рахмет. Привет. Қалайсың? Аружан қыз. Ас болсын бізге. Оқырмандар. Да, нормально, бірақ енді менің ойымша ол біртүрлі сияқты да. Неге күшті есік бір құлақта? Алма? Қызықтым. Біреу совет берді ма сондай? Өзіңмен өзің мені давай үш рет десейші құлағым деп айттың ба? Совет берген емес, просто суреттен көріп қызыққан. Сонда қызық па саған бір құлақта үш сырға? Ал, Аржан қыз көңіліңнен шықты ма? Бұйырса кешке қалдырмай үйіне шығарып салу керек, сосын тұрамыз. Ал достар, кеш жарық жұмыстан енді шығып жатырмын. Негізі бүгінгі күн білмеймін, бір қарбалас күн болып кетті, өйткені клиенттер өте көп болды бүгін. Енді шығып қазір тойға барып жатыр. Құдай қаласа тойдан стористер салатын болған, күтіңіздер.